Сәлеметсіздер ме, құрметті көпшілік? Бүгінгі тақырыбымыз білетін адам тауып айтады, білмейтін адам қауып айтады деген мақалға сәйкес кеп тұр. Бір қызықты әңгіме, яғни әңгімелер. Соның алғашқысы Ақсақ Темір мен домбырашы. Атақты Ақсақ Темір бір ауылға келеді. Ол кісінің құрметіне сол жердегі домбырашылар түгел жиналады. Олар түрлі күйді шертіп, тәтті әуендерді төгілдіре тартады. Түн ортасы ауған кезде Ақсақ Темір әлгі домбырашылардың бәрін таратып жібереді. Солардың ішіндегі өзіне қатты ұнаған біреуін алып қалады. Оның екі көзі су қараңғы екен. Соқыр күйшінің тартқан күйлеріне, шерткен саусақтарына, шешен домбырасына хан қатты риза болады. Осылай елтіп отырып Ақсақ Темір күйшіден: «Сенің атың кім?» деп сұрайды. Күйші: «Атым Дәулет» десе керек. Осы сөзді естігенде Темір шіміркеніп селк ете түседі. Дәулетпен бақты қуып құныққан, дүниені қан сасытып туғалы тоймай өткен Ақсақ Темір: «Шіркін-ай, Дәулетті соқыр бола ма екен?» деп салады. Сонда Дәулет мүдірместен: «Тақсыр-ау, Дәулет соқыр болмаса Ақсақтың үйіне барар ма еді» деген екен. Міне тауып айтқан. Қазақ халқында тапқыр, сөзге шешен қыз-келіншектерде болған екен. Соның бір-екі мысалын келтірсем. Кім көрікті деген. Еріккен бір хан бір күні елді жинап мынандай сауал қойыпты: «Уа халайық, хан көрікті ме, әлде қараша халық көрікті ме? Еркек көрікті ме, не болмаса әйел көрікті ме?» депті. Сонда уәзірлер мен хан сарайын төңіректеп жүрген бастарын иіп жүргендер тәжім етеді де: «Атыңа құлдық хан екем, хан тұрғанда қараша қайдан көрікті болсын? Әрине хан көрікті. Алтын баста елден бақыр басты еркек артық деген емес пе? Еркек танаға не жетсін? Өмірдің көрікі солар ғой» деп шуласады. Осы кезде жиналған топтың ішінде тұрған жиреншенің әйелі Қарашаш ілгері шығып: «Уа хан тақсыр, хан көрікті емес, қара бұқара халық көрікті. Себебі халық болмаса қара басыңыз кімге хан болар едіңіз? Еркек көрікті емес, әйел көрікті. Әйел болмаса мына өзіңізден бастап бүкіл еркек қайдан туар еді» деген екен. Мұны естіген хан не дерін білмей тұрып қалады дейді. Осындай мысалдар, әңгімелер өте көп. Айта берсек. Сондықтан да қыздар, келіншектер, еш уақытта еңселеріңізді төмен түсірмеңіздер. Тағы бір әңгіме. Ақын Әлмен деген қыз болған екен. Табан астында тауып айтатын шешендігімен аты Жетісу өңіріне белгілі болған ақын қыз Әлмен сүйгеніне бара алмайды. Әлменнің қарсылығын сезген әкесі Байқалмақ Ақбатаны сылтау етіп көп мал алып қойған байдың Досыбай деген сүйкімсіз таз баласына астыртын хабар жібергізіп, қызын алып қашуды өзі ұйымдастырады. Торға түскен торғайдай Әлмен қыз шымылдық ішінен бір-ақ шығады. Келін құтты болсын деп ауылдың қыз-келіншектері кәрі жасы лек-легімен келіп жатады. Осы кезде сол елдің Бектұрған деген сыйлы, шешен деген адамы келіп: «Әлгі біздің баламызды менсінбеген келінді көрейін» деп құрулы тұрған шымылдықты көтеріп қарады. «Ай десе аузы, күн десе көзі бар сұлу ма десем, кескінсіз қара сұр екен ғой» депті. Сонда іштей күйініп отырған Әлмен қыз шымылдықты серіп тастап өлеңдете жөнеледі. «Ауылыңның ақсақалы Бектұрғанды көреміз, өзім тәуір тек тұрғанды. Зорлықшылдың зауалын Құдай берсін, аузына келгенді айтып жеп тұрғанды. Ата сақал аузына күректей боп, көргенім жоқ дәл сендей антұрғанды» дейіпті. Сол кезде Бектұрған шешен қатты сасып не айтарын білмей қалған екен дейді. Тағы бір қызықты әңгіме. Шәңгерей ақынның шашуы делінеді. Шәңгерей ақын Борсыда
көрші отырған біреудің көрікті де ақылды, әрі шешен, әрі әнші қызымен көңілдес болады. Бірақ үйленейін десе төренің қызы емес, қараның қызы, ағайындары алдырмапты. Сол қыз ұзатыларда Шәңгерей өзінің де тойға шақырылатынын біліп, бір шеберге сәйгүлік атман беріп, басын алтыннан, сабын күмістен соқтырып ұршық жасатады да, оған мына сөздерді жаздыртады. Ағаш едің құрым өскен, ұршық болдың шуды ескен. Бір қалыпта тұрмақ жоқ, шығармаңыз мұны естен деген сөз жаздырады. Той үстінде Шәңгерей ұршықты топ алдында қызға сыйға тартады. Өзіндей тағы екі мырза қызға, бірі жорға, бірі жүйрік ат шашу әкелген екен. Шәңгерейдің сыйлығын көрген олар мұны келеке қылады. Сонда сәйгүлік ат сандығыма сыймас, тай тақымыма тұрмас. Мына ұршық қана маған ескірмес ескерткіш екен, жасауыма апарып қосыңдар деп, ақылды қыз даңғой мырзаларға сыйдың нарқын осылай ұғындырған екен, деп қысқа қайырған әңгіме бар екен. Міне, бұрыннан бері келе жатқан ақын, жырау, қыз келіншектеріміз өте көп. Қыздар, сіздерге арналады бұл әңгіме. Келесіде жігіттер жайлы, үлкен кісілер жайлы тағы да тақырып бола жатар. Көріскенше сау саламатта болыңыздар. Каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді білдіріп, ойларыңызды ортаға сала жүріңіздер. Көріскенше күн жақсы болсын.